Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі маған берілген тақырып қашықтан оқытуда оқушылардың ойлау қабілетін дамыту. Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді. Тарих пәні мұғалімдерінің міндеті мәдениетті түрде білімді, іскер, жеке тұлғаны дамыту, ұлтымыздың рухын көтеру, осы мақсатқа жететіндей тиімді жол іздеу. Педагогикалық, психологиялық бойынша оқушының мәдениетін білім, білік дағды арқылы дамыту. Ойлау дегеніміз ақиқат дүниені өзара барлық байланыс қатынастарымен сәулелендіретін, миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленетін процесс. Оқу материалын балалардың ойлау қабілетін жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана оның ойлау қабілетін дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан оқу барысында балалардың ойлау қабілетін дамытуға арналған арнайы тәсілдерді жиі қолдануымыз қажет. Баланың ойлау қабілетін дамыту, сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын арттыру ол мұғалімнің басты міндеті және жұмысы. Ойлау процесін дамытуға әсерін тигізетін әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыта білейік. Ой зерек, ақылы зор, болашаққа бастар нұрлы жолмен нық жүретін тұлғаларды тәрбиелейік. Сонымен, құрметті әріптестер, өздеріңіз экраннан көріп отырғандай, ойлау қабілеттерін оқушылардың дамыту үшін экрандағы суреттерден не көріп тұрмыз деп ой салсақ, балалар ойлана келе, әрине оның неке түрі мен неке шарты жасы екенін айта алады деп ойлаймыз. Оқушылардың ойларын дамыту үшін әртүрлі осындай тапсырмалар беру арқылы оқушылардың ойларын дамыта аламыз деп ойлармыз. Қазақстанның Ресейге қосылу кезінде өзгерістерді талдап 3 сөйлеммен жазыңыз. Уақыт сызығы. Уақыт сызығында белгіленбей қалған 100 жылдық соғыстарды, тарихи оқиғалардың даталарды қойып шығады. Қызыл сызыққа соғыста басымдыққа ие болған мемлекеттерді көрсетеді. Уақыт сызығында көрсетілген аралықтағы тарихи оқиғаларды түсіндіреді. Осындай тапсырмалар беру арқылы оқушылардың ойларын дамыта аламыз. Қорыта келгенде, бүгінгі күнгі қазіргі заман ағымына сай қашықтан оқытуда оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, сапалы білім берудің кепіл екенін көз жеткіздік. Сондықтан жай ғана кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен орындағаннан гөрі көбірек күш-жігерді талап ететін сапалы әрі табысты білім беруге ерекше көңіл бөлуіміз қажет деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.